Алып көлдің аумағы 70.000 шаршы километр, ал тереңдігі 60 метрден асады. Балықтың 30-дан астам түрі бар. Жылына 60.000 тоннадан артық балық ауланады. Кеме қатынасы, корабльдер қаптаған кемежайлар жақсы дамыған. Ал жағалауы алуан түрлі өсімдікке бай. Кезінде Арал теңізінің аумағы Байкал көлінен 2 есе үлкен болатын. Ұзындығы 428 шақырымды, ені 284 шақырымды құрайтын. Ең терең жері 68 метрге дейін жететін. Теңіздің ақ кемелері, жағалаудағы тіршілік, балықшылардың таңғы олжыған үміті, бәрі. Бір кездері Аралда 30-ға жуық балық түрі тіршілік етті. Шип, сазан, жайын, көксерке, шортан. Бұл теңіз бүтін бір балық патшалығы еді. Кейінгі жылдары Балтықтан салака, змейголов, атерина, ақ амур, тіпті камбала глоса да әкелінді. Арал тек су емес, тіршілікке толы тұтас әлем еді. Ал бүгінде сол әлем құлап түскендей. Құрғаған теңіз табаны, тұз аралас жел, уланған топырақ. Егін шықпайды, мал шөп таппайды. Адамдар болса күн сайын табиғатпен күресіп келеді. Арал тартылған жоқ, оны тірі жандыдай жұлып әкетті. Ешкім тоқтатпады. Ешкім тыңдамады. Иә, бүгін бұл тек аңыз сияқты. Жоқ, бұл ертегі емес. Бұл шындық еді. Біз жоғалтып алған шындық. Бір кездері ұлы Арал еді. Көкжиекпен тілдескен көгілдір айдын. Халықтың ырысы, тіршіліктің жүрегі еді. Ал бүгін үнсіз. Теңіз емес, тұз бен құм ғана қалған. Арал тек су емес еді. Ол еңбек пен берекенің мекені. Айдынды жағалап жүздеген отбасы күн көрген. Ал бүгінде желмен көтерілген тұз адам өкпесіне жетіп ауруға айналды. Балалар бүйрекпен ауырып, қариялар тыныс ала алмай отыр. Құмға көмілген үміт. Бұл даланың адамдары үнсіз күресіп жүрген қаһармандар. Жер кеуіп бара жатса да, олар тіршіліктен үміт үзбеген. Су жетпесе де өмір үшін арпалысып жүр. Арал халықтың тағдырына айналды. Жетім қалған теңіздің жетімсіреген халқы. Бірақ ешкім Аралдан бас тартқан жоқ. Арал әлі тірі. Ол жүрегімізде, естелігімізде, арманымызда. Оған су емес, мейірім, жауапкершілік қажет. Аралды сақтау бұл тек Қазақстанның ғана емес, адамзаттың ортақ парызы. Бір кездері Арал көлемі жағынан әлемде 4-ші көл саналған еді. Ондағы бүкіл су оған келіп құятын Амудария мен Сырдария өзендерін қамтамасыз етті. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары күріш және мақта егістіктерін суару үшін арналар салу жұмысы басталды. Ал 60-шы жылдары құрылыс үдей түсті. Өзендердегі сулар қайта бастады. Сөйтіп Арал теңізі көз алдымызда таяздана берді. Жаңбыр мен қар, жер асты көздерінің сулары әрине оны қоректендірді, бірақ ол жеткіліксіз болды. Арал теңізі шөлден зардап шекті. 80-ші жылдардың аяғында су деңгейінің төмендегені соншалық, ол екіге бөлінді. Солтүстік кіші Арал және оңтүстік үлкен Арал. Теңіздің тұздылығы 10 есе артты. Ол балықтың азаюына, тіпті мүлде жойылып кетуіне әкелді. Ал арналарға қайтқан егістік суарылған сулар, ауыл шаруашылығы өнімдерін шіркейлерге қарсы өңдеген пестицидтер мен химикаттарға толы болды. Шаңды борандар улы заттарды бірнеше километрге таратты. Бұрын осындай болған деп қазір Арал теңізі туралы айту қиын. Ол өткен ғасырдың ортасына дейін сондай болды.
Hazırda aralдың көрінісі мынандай.